Достар, сәлем. Мына видео Samsung S23 Ultra мен түсіріліп жатыр. 10 есе жақындап түсіріліп жатыр. Ал адам көзімен қарайтын болсаңыз, былай көрінеді. Шолудың көбісі бұл смартфон шыққан кезде, яғни бір ай бұрын болған. Бірақ мен бұл смартфонды бір ай ұстағаннан кейін енді ғана видео түсіріп отырмын. Сыртқы түстері жасыл, қара, қызғылт, қызғылтты олар лаванда дейді, және менікіндей сүттей ақ түсті болады. Ал егер ол түстер ұнамаса, лайм, көк, графитті және қызылын ала аласың. Смартфонның артқы жағы сынбайтын шыныдан жасалған. Жақтауы металл, құласа сынбайтын, суға салса бұзылмайтын смартфон. Төменгі жағында S Pen қаламы бар. Естеріңде болса, S Pen тек Note нұсқасында болған. Енді Note нұсқасы болмайды. Одан кейін S22 Ultra, S23 Ultra'да S Pen болады. Көбісі ойлауы мүмкін, бұл қатты керек еместі. Бірақ мен байқағаным, S Pen қаламына үйреніп алсаң, қаламсыз қиналып қаласың. Ал егер сен архитектор болсаң, немесе суретші болсаң, бұл қалам саған қатты керек болады. Смартфонда 2 сим-карта салатын слот бар, және қымбат смартфонға сай бұл да 5G антеннасы бар. Динамигі Dolby Atmos. Смартфон үлкен, диагоналі 6,8 дюйм, дисплей AMOLED. Үлкен болған соң ауыр болады. Салмағы 233 грамм. Экранның корпусқа қатынасы 90%. Негізі смартфон өндірушілер экранның корпусқа қатынасын 100% етуге тырысып жүр. Сонда сен смартфонды қолға алған кезде тек қана экран көрінетіндей тырысады. Тағы айтқым келгені, көп смартфондар дисплей өлшемі 1080-де 2400 пиксель болады. Ал бұл Samsung S23 Ultra'да 1440-та 3088 пиксель. Соның арқасында түскен фото әдемі көрінеді. Камерасы бірдей болуы мүмкін, бірақ бұл смартфоннан көрген сурет әдемі болады. Ішкі дүниесіне кірейік. Samsung S23 Ultra процессоры Android'тың ішіндегі ең мықты процессор. Бұнда Snapdragon 8 Gen 2 және тек осы смартфонда. Естеріңде болса, ақш-қа арналған нұсқалар Snapdragon болатын, ал басқа елдерге арналған Samsung өздері жасап жүрген Exynos процессоры болатын. Енді Exynos болмайды. Exynos'ты өндірістен алып тастады. Егер көрсеткіштер керек болса, Geekbench 1 ядралы тестте 1594 көрсетеді, ал көп ядралыда 4637 көрсетуі мүмкін. Ал егер Antutu тестпен қарайтын болсаңыз, 1177738 дегенді көрсетеді. Процессордың мықтылығы соншалықты 4 нанометрлік техпроцесстен жасалған. 8 ядралы процессор, оған көмекші жедел жады 8 ГБ болуы мүмкін, 12 ГБ болуы мүмкін, ал ішкі жады 256, 512 және 1 терабайт болады. Графикасы Adreno 740. PUBG ойнауға ұят болды, бірақ қызығушылықпен ойнап көрдім. Не деген рахат, Ойынның графикасы ультраға жетті. UHD-ға жетпеді. Оған жететін телефон жоқ шығар. Қай смартфон графикасы PUBG-да UHD-ға жетеді? Комментарийға жазшы, көрейік. Айтпақшы, неге ұят деп отырмын? Өйткені бұндай смартфонды алатындар PUBG Mobile ойнамайтын шығар. Аккумулятор жағынан S23 Ultra аккумуляторы 5000 мАч. Адаптері 45 Вт. Бірақ қуанатын ештеңе жоқ, қорапта адаптері болмайды. Қорапта тек қана кабель болады. Екі жағда Type-C. Samsung қалай сонда? 1000 теңге тұратын смартфонды қуаттағыш кабель салып, адаптер салуға болатын еді ғой. Бұл ультра смартфон. Қалай? Ал бөлек сатып алатын болсақ, максимум 45 ваттық адаптер. Қарапайым Honor'ның өзінде 66 ваттық адаптері бар. Оның өзі қорабында бар. Түсініксіз. Смартфон сымсыз қуаттауға болады, және бұл смартфон басқаларды да қуаттай алады. Сымсыз. Камерасы жағынан. Samsung S23 Ultra камерасы туралы көп айтуға болады. Егер iPhone-мен салыстыратын болсақ, ал ол негізгі конкурент, Samsung бұрыннан жақсы түсіреді. Көп адам келіспеуі мүмкін, Өйткені Samsung суретті бояйды, жарық етіп көрсетеді. Сонда сурет әдемі болады. Мысалы, қыздардың ерні қызыл, бірақ олар помадамен жағады. Неге? Өйткені помада анық көрінеді, жарық көрінеді. Сондай, мынау сондай. Екіншіден, кейінгі Samsung Ultra нұсқасында 100 есе жақындайтын сенсор бар. Таудың басын қарауға болады, түнде жарқырап тұрған айды қарауға болады, немесе көрші үйдегі қыздарға қарауға болады. Сол үшін 100 есе жақындататын сенсор бар. Үшіншіден, мына Samsung S23 Ultra'да
ең көп мегапиксельді смартфон. 200 мегапиксель. Мысалы, сенің смартфонында қанша мегапиксель? Комментарийге жазшы, көрейік. Кейбіреулер айтады, ол маркетинг дейді. Я, ол маркетинг. Басқалардан өзгеше болу керек. Мен мынадай сынақтан өткіздім. 3 сенсорлы фотоға түсірдім. 12 мегапиксель, 50 мегапиксель және 200 мегапиксель сенсормен бір фотоны түсірдім. Соны баспадан шығардым. Қазіргі уақытта суретті смартфонда ұстайды. Ал шын мәнісінде естелікте қалу үшін баспадан шығару керек. Шыққан 3 суретті 4 адамға көрсеттім, 4-еуі де әртүрлі таңдады. Баспадан шығарған адам өзі 12 мегапиксель сурет таңдады. Мен әйеліме көрсеттім, ол 50 мегапиксель суретті көрсетті. Тағы 2 адам 50 және 200 мегапиксель суретті таңдады. Осы мен не айтайын деп едім, баспадан шыққан 10-15 суреттердің айырмашылығы жоқ. Мүмкін үлкен плакат немесе баннер жасасаң байқалатын шығар. Төртіншіден, егер сол 3 суретті максималды жақындайтын болсақ, 200 мегапиксель мен 50 мегапиксель суреттерді кішірейтіп көруге болады, және 12 мегапиксельден гөрі анығырақ көрінеді. Бесіншіден, Samsung S23 Ultra алыстағы айды көруге болады. Ал жұлдыздарды көргің келсе, түнде аспан ашық болса, смартфон жұлдыздарын көруге болады. Және қай жұлдыз аты қандай екенін көрсетіп береді, яғни астрофото деп аталады. Өкінішке орай Алматының аспаны ылғи бұлттанып тұрады, жұлдыздар көрінбейді. Алтыншыдан, S23 Ultra түнде де жақсы түсіреді. Даладағы көлікті түсіріп едім, анық көрсетті. Кейде көзге әзер көрініп тұрған затты да көрсетеді. Сол суреттерді 3-4 адамға көрсетіп едім, олардың сөзі: келесі жолы S23 Ultra'ны сатып аламыз дейді. Жетіншіден, селфи камера 12 мегапиксель 4К түсіре алады, секундына 60 кадр етіп түсіреді. Программа жағынан S23 Ultra'да операциялық жүйесі One UI 5.1. Мұндай үлкен және күрделі смартфонды басқарып тұрған қарапайым жүйе. Баптаулары өте көп. Біреудің ашсаң оның ішінде біреу, біреудің ашсаң оның ішінде. Мысалы, баптаудың ішінде спецвозможности деген бар, оның ішінде дополнительный параметр деген бар, оның ішінде уведомление с помощью вспышки деген бар, және соны таңдасаң, хабарландыру келгенде артқы шам жанады. Негізгі баптаулары шынымен өте көп. Сіз үйге келген кезде Wi-Fi қосасыз, дауысын жайырақ қоясыз, мүмкін басқа құрылғымен қосыласыз, мысалы Алиса сияқты. Соның бәрін автоматты түрде қоюға болады. Яғни сіз келген кезде қосылады, үйден шыққан кезде өшіп қалады. Жақсы ғой. Мұның бәрі нейрожүйе деп аталады, яғни жасанды интеллект өте жоғары деңгейде. Қысқада нұсқа бұл смартфонның жақсы және жаман жағын көрейік. Жақсы жағы, бағанадан бері аузым көпіріп айтып отқаным, ол камера. Дизайны сәл ғана өзгерткен, бірақ түрлі түстері бар, ол жақсы. Үшіншіден, ол процессоры ең мықты Snapdragon 8 Gen 2, қазіргі уақыттағы ең мықты процессор. Бірақ бұл смартфон минустар да бар. Мысалы, ең бірінші кемшілік ол бағасы. Бағасы iPhone 14 Pro Max-тың бағасымен бірдей. Екінші кемшілігі, iPhone 13 пен 14-тің айырмашылығы болмаса, S22 Ultra мен және S23 Ultra'да айырмашылығы жоқтың жаны. Үшіншіден, бұл смартфон офистағы адамға келеді, өйткені немесе суретші, дизайнерлерге келеді. Міндетті түрде екі қолмен жұмыс істеу керек. Мысалы, маған кішірек смартфондар ұнайды. Мысалы, iPhone 12 mini, 13 mini деген сияқтылар. Ал саған қандай смартфондар ұнайды? Үлкен немесе кішірек деп комментарийге жазыңдар. Көбісі үйренген шығар, бірақ қорабында адаптері болмайды. Бұл кемшілік. Бөлек сатып аласың, бағасы 10 000 теңгеден асуы мүмкін. Оригинал адаптер алмасаң, яғни үйдегі бар адаптермен қолданатын болсаң, қуаттау уақыты мүмкін 1,5 сағатқа созылуы мүмкін. Ол кемшілік. Бір ұнамағаны, мысалы ойнайтын болсаң, мына жерде бір ғана стереодинамик бар, дауыс қатты шығады, әңгіме жоқ, бірақ қолмен жабықтасын. Сонда ойнаған кезде дауыс шықпайды, естілмейді, нашар естіледі, жарайды. Енді қорытындылайтын болсақ, кімде Samsung S22 Ultra немесе Note 22 Ultra бар, бұл смартфонды алмасаңдар болады. Ең қызық бағасына келдік. Мұқият тыңдаңыздар. Samsung S23 Ultra 12 ГБ, 512 ГБ ішкі жады 750 000 теңге. Ал 12 ГБ 1 терабайтты 900 000 теңге. Жалпы айта аламын, бұл смартфон алғандар өкінбейді. Керісінше бұл смартфонды сатып алғандар басқалардан артық деп бәстесе алады.